жүзден теңгеден жасалған үлкен жарнамалы билбордты елестетіп көріңізші. Оған қанша ақша кетеді екен? Бірнеше миллион жиналып қала ма? Бұл Зимбабведегі $1 триллион қағаз ақшадан жасалған билборд. Жоқ, барлығы $1 триллион емес. Бұл билбордты жасау үшін триллион номиналы бар қағаз ақша қолданылды. Триллион дегеніміз 12 нөлден тұратын сан. Оларда арасында да триллион, тіпті 100 триллион деп жазылып тұратын қағаз ақшасы болды. Және жарнама үшін арнайы жасалған өтірік ақша емес. Зимбабведе бұндай үлкен сомалы ақшаны неге шығарды? Шектеулі коллекция ретінде шығарылды ма? Әлде мәселе мүлдем басқа нәрседе ме? Бұл 100 триллион номиналы бар Зимбабве доллары. Бұл ақшаның тіпті жарамдылық мерзімі бар. Бұндай номиналды ақшалар Зимбабведе инфляция кезінде пайда болды. Негізі Зимбабведе экономикалық жағдай нашар болып, инфляция бұрыннан бері жалғасып келген құбылыс еді. Бірақ 2009 жылы ол гиперинфляцияға айналды. Зимбабве 1980 жылы Ұлы Британиядан өзінің тәуелсіздігін алды. Өзінің валютасы шықты, бидай мен темекі өндірісі жақсы жүріп жатты. Жалпы елдің болашақ экономикасы жайлы болжаулары жаман емес еді. Бірақ бұрын премьер-министр болған Роберт Мугабе президент болғаннан кейін елдің экономикасы нашарлай бастады. Зимбабведе экономикалық күйреудің басталу себептерінің бірі 2000 жылы Роберт Мугабенің жер реформалары болды. We cannot continue to exist here, to live as if we are an extension of the British Empire or an extension of Britain or England. We are Zimbabweans, fully independent. We get our instructions not from London, not from Downing Street, directly from our people and from nobody else. Осы реформаларға сүйеніп, елде егіншілікпен айналысқан ақ адамдарды құдалай бастады. But I told them that we have come to occupy your farm. Maybe somebody can say it's intimidating, but I was telling him that we are here now to occupy the farm. Олардың коммерциялық фермалары топырағы құнарлы ең жақсы жерлерді алып қойды. Ал жергілікті халық нашар коммуналдық жерлерде жұмыс істейді. Жер тек қана біздікі деп, ақ нәсілді фермерлерді елден қуа бастады. Бірақ та бұдан кейін жергілікті халықтың өзі жерді дұрыс игере алмады. Ауыл шаруашылық өндірісі тез арада қысқара бастады. Фермалардың дұрыс жұмыс істемеуі экономикаға үлкен зиян алып келді. Нәтижесінде жойқын азық-түлік тапшылығы болды. Жалпы азық-түлік өндірісі 10 жыл ішінде 60%-ға төмендеді. Азық-түлік өңдеу компаниялары мен ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттаушылар жабылды. 2001 жылдың аяғында 700-ге жуық компания жабылды. Бұнымен қатар жұмыссыздық өсті. Ішкі өндірістің қысқаруы Зимбабвені шетел валютасын табу мүмкіндігінен айырды. Бұл импорттық тауарлар, соның ішінде азық-түлік пен киім-кешек тапшылығына әкелді. Шетелдік инвестициялар 1998 жылы $444 миллион, 2003 жылы $3,8 миллион дейін төмендеді. Ішкі және сыртқы несие берушілер алдындағы міндеттемелерін орындау үшін үкімет Зимбабвенің резервтік банкіне көбірек ақша басып шығаруды бұйырды. Бұл әрекет 21 ғасырдың алғашқы гиперинфляциясын тудырды. 2008 жылы гиперинфляция ай сайынғы қарқынмен 79,6 миллиард пайызға жетті. Тауарлардың бағасы сағат сайын өсіп жатты. Адамдар керек жарақтарын алу үшін көшеде себеттерін, арбаларын ақша толтырып жүрді. Зимбабве доллары өз құнын жоғалтты. Жергілікті халық енді ақш долларын қолданып жүруді жөн көрді. Өйткені Зимбабве долларының керек мөлшерін екі алақанға сыйғызып жүру мүмкін болмады. Ал сол жылдары бір Зимбабве доллары бір ақш долларына да жетпейтін еді. Ел экономикасының нашарлауы шектен шықты. Жергілікті The Zimbabwean газеті елдегі ахуал, президент Мугабенің режимі және экономиканың толық құлдырауы туралы репортаждар шығарды. Сол үшін бұл газет елден қуылып, оған сән-салтанат заттарын импорт ретінде 55% салық салынды. Газетке сатуды ұлғайту керек болды. TBWA, Hunt, Lazarus Johannesburg жарнама агенттігі 2009 жылы The Zimbabwean газетін жарнамалау және Зимбабведегі экономикалық жағдайға назар аударту үшін арнайы жарнама науқанын әзірледі. Олар гиперинфляцияның символы триллион Зимбабве доллар банкнотын пайдаланды. Бұл ақшаға жарнама сатып алу мүмкін болмаса, ендеше одан жарнама жасауға болады. Олар жарнамалық лозунгтерді ақшаның өзіне басып шығарды. Нағыз ақшадан үлкен жарнамалық билборд жасады. Олардың плакаттарында Мугабенің арқасында бұл ақша түс қағаз болды. Қағазға қарағанда ақшаға басып шығару арзанырақ деген сөздер жазылды. Бұл жарнама компаниясы туралы келесі күндері шет елдерде айта бастады. New York Times, Yahoo
News және басқа да әлеуметтік желілер мен веб-сайттарда мақалалар жарық көрді. Ал The Zimbabwean газетінің саудасы өсе бастады. Осылайша, орасан ақша сөздің дәлме-дәл мағынасында жарнамаға айналды. Роберт Мугабе елді 1980 жылдан 2017 жылдың қарашасына дейін басқарған. Билік жылдарында ол диктатор ретінде жаман беделге ие болды. Жарнама агенттігі мен The Zimbabwean газеті оған қарсы өзінің туындысын пайдаланып, тіпті сол үшін үздік сыртқы жарнамасы ретінде фестиваль байқауының басты жүлдесін алды. Бұл елдің оқиғасы экономикалық жағдайына қарамастан барлық мемлекеттерге жақсы үлгі бола алады. Сондай-ақ, бұл оқиға бізді балалық шақтан бері мазалаған, неге ақшаны көбірек басып шығара салуға болмайды деген сұраққа жауап беретін сияқты.